Ал балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. Дәптерді ашып, бүгінгі мен тақырыпты жазып алайын. Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері. Жазып болсақ, бері қарап тыңдайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты натурал сандың бөлгіш мен еселігінің анықтамаларын үйренеміз. Натурал сандардың бөлгіштерін табуды үйренеміз, және натурал сандардың еселіктерін табуды үйренеміз. Ол үшін біз бірінші мында қарайық. Кел балалар, келіңдер, математиканы көріңдер. Қане қарап шығыңдар, білім барда оқу бар. Яғни бүгінгі тақырыбымыз жаңа айттық қой, еселіктер мен бөлгіштері. Егер де А тең А көбейту В тең С теңдей орындалатын болса, онда С натурал санын табылса, онда А натурал саны В натурал санына бөлінеді деп айтамыз. Яғни А натурал санының бөлгіші деп, А саны оған қалдықсыз бөлінетін В натурал санын айтамыз. А санының бөлгіші деп, А саны қалдықсыз бөлінетін В натурал санын айтамыз. Қалдықсыз бөлінетін. Енді мысал үшін қарайтындар, 36-ны 4 санына бөлінеді, себебі 4-ті 9-ға көбейтсек, 36 шығады. Яғни 9 деген натурал санынан бар. Яғни біз 4 36-ның бөлгіші деп айтамыз. Және 36-ның бөлгіші 9 болады екен. А натурал санның еселігі деп айтамыз. А санынан қалдықсыз бөлінетін В санын айтамыз. А санынан қалдықсыз бөлінетін В санын А натурал санның еселігі деп айтамыз. Мысалы үшін 8-ден қалдықсыз бөлінеді. 48 8-ге бөлсек неше? 6, иә? Яғни 48 8-дің еселігі. Мысалы үшін 4 пен 32 еселігі бола ма? Болады, иә? Себебі 32-ні 4-ке бөлсек 8 шығады. Яғни еселігі дегеніміз сол санға қалдықсыз бөліну керек, бөлгіші дегеніміз сол санға қалдықсыз бөліну керек. Бірақ біз енді міне қараңдар. 36 санның бөлгіштері жұптарын жазып көрдік міне. 36-ны 1-ге бөлсек 36, 36-ны 2-ге бөлсек 8, 36-ны 3-ге бөлсек 12, 36-ны 4-ге бөлсек 9, 36-ны 6-ға бөлсек 6. Яғни мынандай фондамен жұптауға болады, иә? 1-мен 36, 2-мен 18, 3-мен 12, 4-мен 9, 6-мен 6 деп. Енді 36-ны 6-ға бөлсек 1, яғни 36-ны 18-ге бөлсек 2, 36-ны 12-ге бөлсек 3, 36-ны 9-ға бөлсек 4. Осылай кете береді. Яғни берілген натурал санның ең үлкен бөлгіші сол санның өзіне тең болады. Кез келген берілген натурал санның ең үлкен бөлгіші өзіне тең. Мысалы 36-ның ең үлкен бөлгіші 36. Ал кез келген натурал санның ең кіші бөлгіші 1-ге тең болады. Осыны мұқият ескеріңіздер. Кез келген натурал санның ең кіші бөлгіші 1, ең үлкені өзі. Мысалы үшін 35-ге саналайық. Ең кіші бөлгіші қанша? 1, ең үлкен бөлгіші 35. Түсінікті иә? Ал 35-дің бірнеше бөлгішін айтып көрейікші 35-дің бөлгіштері. 1 бар, 5, 7 бар, иә? Себебі 7-ге де 5-ге де 35 қалдықсыз бөлінеді. Енді мысалы 7-дің еселіктерін айтып көрейікші. Еселіктер 7-ге қалдықсыз бөлінеді мысалы. 7, 14, 21, осылай еселіктерін айтып кете беруге болады. Ал санның еселігі ең кіші еселігі сол санның өзі болады. Мысалы қараңдар, 7-дің ең кіші еселігі 7. Ары шексіз кете береді. Мысалы 15-дің ең кіші еселігі қанша болып тұр? 15. 15, 30, 45, 60 деп еселіктен айтып болады. Яғни сонымен бөлгіші дегеніміз сол натурал санға қалдықсыз бөлінетін санды айтамыз. Еселігі деп сол санға қалдықсыз бөлінетін санды айтамыз, иә? Ары қарай міне бір сан айттық қой жаңа, кез келген санның натурал саны бөлгіші болады. Берілген натурал санның ең үлкен бөлгіші сол санның өзіне тең болады. Сонда мысалға 15 санның 4 бөлгіші бар. Қараңдаршы. 1, 3, 5, 15. 15 яғни мына үшеуіне де қалдықсыз бөлінеді. 1-ге де, 3-ге де, 5-ге де, 15-ге де. Яғни біз алдағы уақытта бөлгіштер тақтаға қарай Б әріпін жазып солай бөлінетін боламыз. Мысалы үшін қараңдар міне. 15 санның бөлгіштері былай жазамыз. Б жақшаның ішіне 15 бөлгіштерін тізіп жазамыз. 1, иә? Кішіден үлкен қарайсақ 3, 5, 15. Түсінікті ма? Неше бөлгіші бар сонда? 4 бөлгіші бар екен. Осылайша көптеген мысалдармен кете беруге болады. Біз енді
бізде сандардың барлығы толық бөлінбейді, қалдықты бөлінеді, қалдықсыз бөлінеді сандар. Сондықтан біз бөлінеді деп ұйғарамыз да, бөлгішті Б әрпін белгілеп, ары қарай жаза беретін боламыз. Мысалға мына жерде 24 санының бөлгіштерін көрсеткенбіз. Мысалға 24-ті бірге бөлсек, 24, 24-ті 2-ге бөлсек, 24 4-ті бөлсек, 24-ті 1, 24-ті 12-ті бөлсек, 2. Бұл жерде бөлгіштерін жұптас бөлгесі, мысалға 24-ті бірге бөлсек 24-ті, 1-мен 24 жұптасады. 24-ті 2-ті бөлсек 12 ма, 12-мен 2 жұптасады. Бұл жұп бөлгіштері болады. Сонымен бөлгіші деген не болды санның? Кім айтып жүреді қысқаша? А санының бөлгіші. Сол санды қалдықсыз бөлетін сан. Мысалы үшін 9-ның 1-2 бөлгішін айтып көрейікші. 1, 3, 9, енді 9-да есеп тыңдап айтып көрейікші. 9-ды қалдықсыз бөлетін. 9, оның есебі. 18, 27, 36, 45 есептен айтуға болады. Енді мына бір-екі мысалды қарап көрейікші. Мысалы үшін 480 санның бөлгіштерін тауып жазайық. Мына сандардың ішінен. Кім көмектесіп маған? Қай қайсы бөлгіштер болады 480? Осы айта берейік. 3 бола ма бөлгіштер? Болады. 5 ше? Болады. 15 ше? Болады. 40? Болады. 60? Болады. 75 ше? Olmaydı. 48, 480, 78'e bölünmeydi. 80? Olama 80? Olmaydı. 80? 120? 120 olmadı. 210? Olmaydı. 300? Olmaydı. Yani bunun mesela 480 bölüşlerin kelip жазуы болады. Енді келесі екінші мысал 15-тің еселігі. Қай қайсы еселігі болады? 3 еселігі бола ма 15? 3 еселігі. Olmaydı 5 де? Olmaydı 15 де? Olmadı 40? Olmaydı 60? Olmadı 75? Olmadı 80? Olmaydı 120? Olmadı. Olsa gidiyor. Yani еселігі дегеніміз қайта қайталады. Сол сандар қалдықсыз бөлетін сан. Ал бөлгіші деген сол санды қалдықсыз бөлетін сан. Бөлгіш еселі. Ұқтық қояр, бүгін тақырып осылай. Бөлгіш еселі. Бөлгіш еселі. Яғни кітапты ашып, кітаптағы 135-ші жаттығуды орындап көрейік.